Бәршеге ассаламу алейкум. Сәл мен Ахлас Саралбаев. Өткен сабақта сәл мен есіңізде болса, дом деген теманы өттік. Яғни бірінші темамыз болды. Бірінші сабағымыз болды домда. Просто HTML-дағы мағлұматларды JavaScript-тен тұрып қалайынша селект қылуымыз мүмкін деген нәрсені өттік, иә. Соның өзі үлкен нәрсе, біздер домға кіріп келдік деп ойлайсыз. Енді қара, біздер элементтерді сол HTML-дан деп алғанымыздан кейін олардың үстінде қандай нәрселерді істеуіміз мүмкін һәм оның ішіндегі мағлұматларды қалай алып, қалай өзгертуіміз мүмкін. Бүгін солар хақында кітей көріп шығамыз. Хоп, енді қараң. Мысал үшін, бұл жерде өзіміздің h1 бар, иә? h1-ға мысал үшін hello world деп жазамын. World. Бұл жерге енді ID беремін өзіміздің текстімізді. Енді мына келемін да, кешегі сабақта көрсеткенімдей константа текст деймін тең болсын документ өзімнің жақтырған методынан пайдаланамын query selector. Енді query selector деп тұрып, ішіне жаңағы өзімнің ID сарқалып жатырмын деген мәністе решетканы беріп кетемін. Енді олар хақында сіздермен кешегі сабақта сөйлестік. Енді console.log өзіміздің текст деп экранға шығарып көретін болса, консолға өзімнің h1-ымды түседі, неке. Енді болды. Енді оның ішіндегі мына property-лары бар, әммесінде отырып көп шықпаймыз да, өзім білетіндерімді һәм ең керектілерін сіздерге көрсетемін қазір. Енді қараң. Console.log өткен сабақта кітте көрсеттім. Текст бұл бізде объект, жаңа көргеніңіздей, объекттің ішінде .inner html деген өзіміздің property бар. Неке. Енді property-дің ішіне кіретін болсақ, неке. Осы бізде hello world шықты. Бұл дегені бізде экрандағы, яғни h1-ның ішіндегі h1-ның ішіндегі hello world деген текстіміз. Егер бұл жерде hello world Michael дейтін болсақ, бұл жерде hello world Michael деген шығады. Бұл дегені біздердің тексттің ішіндегі inner html-да қазір өзіміздің текстіміз бар. Енді келемін да, текст деймін .inner html тең болсын деймін. Яғни мен уже өзгерте жақпан. Тең болсын welcome to dom. Уже қарайтын болсақ, экранда бізде welcome to dom шықты, консолда welcome to dom шықты. Не үшін? Себебі уже JavaScript кодымыз іске түсуі менен бізде тексттің ішіндегі inner html-ын welcome to domға тең қылып қойдық. Көрдік? Не деген çok güzel. Енді біздер бұл жерге тек қана string емес, білесіз, өткен сабақта айттым. Stringнің ішіне қандайдар элементтен қосып жіберуіміз мүмкін болады. Мысалы үшін келін i деген тегті қосайық та, италик қылып беретін. Ішіне мысалы үшін this text текті is italic. Уже қарайтын болсақ, this text is italic. Уже бұның ішінде шықты. Тексттің ішіндегі inner html-ы, яғни өзіміздің h1-ның ішіндегі контент нестіға тең болды. Мұна stringге тең болды. Ол болса i тегіне тең. Көрдік? Уже қарайтын болсақ, курсорда қараман. Бізде элементіміз h1-ның ішіне i деген тег түскен, һәм оның ішіне this text is italic деген текст келіп түскен. Көрдік? Яғни бұл деген бізде сол арқылы inner html қылып тұрып өзгертуіміз мүмкін болады. Енді мысал үшін бізде бұған қандай элемент қосатқан уақытында оған классларынан беріп кетуіміз мүмкін болады. Класс деймен italic саған айтып тұр қарайтын болсақ, элемент бар, элементтің классы italic текст отырды. Көрдік? Біздер енді мысал үшін курсорда барып қарайтын болсақ, i деген тег қосылған, i деген тегтің классы қандай? Өзіміздің жаңағы берген italic текст деген класс. Çok güzel. Енді бізде сол класс арқылы, мысал үшін CSS-ін жоқ екен, main.css өтейік style main.css дейміз. Һәм бұяққа келіп тұрып, жаңа неде берген italic текст деген таза элементтің классына color'ымыз green дейтін болсақ, көрдік қой? Енді қараң.
Bizde inputlar var ya. Inputlarda misal үшін bizler inputlarda alуымыз мүмкін болады. Input'тың енді bizde білесіз бе, білмейсіз бе, value деген атрибуты бар. Misal үшін әзіргі моментте bizde саған жетемін. Input тұрды, іші пустой, ya. Егерде bizler values'una class деп қоятын болсақ, в общем, class деп қоятын болсақ, bizde полномочияниеміз келіп түседі. Қызыл. В общем, полномочия бізге class келіп түседі, ya. Өшіп тастауға болады бұны. Яғни бұл HTML-ның өзінің несі? Атрибуты value деген. Бізде енді полномочия class беріп қоятын болсақ, жаңа айтқанымдай class келіп түседі. Енді біздер inputlarımыздың value'ларын, значениелерін JavaScript'ten тұрып алуымыз мүмкін болады. Кейін input'ымызға ID берейік. ID мысалы үшін name. Username. Енді мына жаққа келіп тұрып, ядыңызда болсын, егер де сіздер қандайдыр өзгеріс жарататын болсаңыз, немесе қайсыдан HTML-дан мағлұматты өзгеріске әкеліп жатқан болсаңыз, ең жоғарыда тұру керек болады осылар. Негізінен бізде төменде оларды көп пайдаланамыз. Константа username input дейді. Тең document.query selector. Username деп, мына өзіміздің ID-мізді береміз. Һәм уже username inputқа мына input'ымыз факт келіп түсті. Енді бізде одан арқайын пайдалануымыз мүмкін болады. Енді console log, мысалы үшін username input дейтін болсақ, username input келіп түсті. Ішінде ID-сі бар, өзіміздің value-міз бар. Значит, біздер .value дейтін болсақ, бізге оның value-сі келіп түседі. Енді бізде оны, мысалы үшін, деп өзгерген уақытында бұл әлбетте экранға шықпайды консолға. Оны сәл change деген өзіміздің eventlер бар. Eventlер hakkında кейінгі видеода сөйлесем, сондай халде өткен жеріне ол видеоны көрің. Яғни бізде оның value-сын алуымыз мүмкін екенін көрдік, ya. Һәм ең қызығы бізде оның username input-тың value-сын өзгертіп қоюымыз мүмкін болады. Мысалы үшін hello world деп. Қарайтын болсақ, input-тың value-сы да жерде бізде input-тың value-сы hello world болып қалды. Даже біздер мынандай button-ларға істеуіміз мүмкін ондай сылап. Button деймін. Button, мысалы үшін click мейлі қойын. Button келіп түсті. Енді мысалы үшін мына келіп тұрып, оны ID берейік, btn деп. Мына келіп тұрып, мысалы үшін константа btn тең document.query selector деп тұрып, btn деп қоятын болсақ, бізге button келіп түседі. Һәм buttonның мына келіп тұрып, .text inner tag inner HTML тең болсын, мысалы үшін submit деп өзгертейін. Қарайтын болсақ, біздің текстіміз submit болып қалды. Көрдік? Яғни бұл енді баслангыш дәрежесі өзіміздің мағлұматларды өзгертудің һәм мағлұматларды алудың. Кейінгі сабақ жүдейін зор сабақ. Яғни құдай қаласа кейінгі видеода eventlермен істесеміз. Event дегенде өзіміздің кнопканы басу, inputқа қандайдыр мағлұмат жазу, соңғы салыстарды көріп шығамыз. Һәм бұл сәл кейінірек бізге мүмкіндік ашып береді. Онда сіздермен бірге болған ықылас Аралбаев. Бүгінгі видеомыз кішкентай болды, әзір видеомыз. Кейінгі видеоларды өткен жеріне көрің. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.